сәлем достар. Жұмыртқасыз, қаймақсыз, сармайсыз ең оңай рогалики дайындаймыз. Бейнені соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыз. Иеліктен өткізілген ұнға қопсытқыш, қант, тұз, сұйық май аздап қосып, араластырып, жылы су құйып, қамырымызды жұмсақ қылып илейміз. Илеп қойған қамырдың бетін жауып 10 минутқа бұқтырып қоямыз. Жұмсақ қамырға аздап ұн сеуіп, бейнеде көрсетілгендей жұқа етіп жаямыз. Жайылған қамырымызды кесіп, рогалики дайындаймыз. Рогаликті дайындаған кезде шетін бейнедегідей жабыстыратын боламыз. Дайын болған рогалигімізді қызып тұрған пешке 15-20 минут пісіреміз. Рогаликті суығаннан кейін өз қалауыңыз бойынша қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Егер бейне ұнап жатса, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар достар.